Алла тағала қиямет күні жазушы періштелеріне пәленше деген құлымның амал дәптеріне мынаны жаз деп бұйырады. Періштелер: «Уа Раббымыз, бұл пенденің ондай бір нәрсесін жазбадық, дәптерімізде ондай нәрсе жоқ» дейді. Сонда Алла тағала: «Құлым мұны істеуді ниетіне алған еді» деп жауап береді. Имам әл-Байдауи: әрбір іс ниетсіз дұрыс болмайды, өйткені амалға аспаған ниетке сауап жазылады, ал ниетсіз істелген іс босқа кетеді. Жан тәнге қандай керек болса, ниет те амалға сондай қажет. Тән жансыз өмір сүре алмаса, жан да дәл сондай. Жан бұл дүниеде тәнсіз көрініс таба алмайды деген. Сол секілді күнделікті тамақ ішу, ұйықтау, тағы басқа іс-әрекеттердің орындалуында сауап та, күнә да жоқ. Бірақ бұл іс-әрекеттерді жасаған кезде сүннет ниетімен жасайтын болса, сауап алады. Мысалы, адам киім киер кезде пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оң жағынан киетін болған, мен де осылай киемін деген ниетпен орындаса, яки пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оң жағымен құблаға қарап ұйықтаған, мен де солай істеймін деген ниетпен жасаса, сауап алады. Мұхтар Әуезов: қай істің болмасын өнуіне 3 шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек деген. Ниеттің пайдасы бұл дүниеде де, ақыретте де мол, дегенмен мындай пайдаларын айтуға болады. Ниет құлшылықтың рухы, ниетсіз іске сауап та жоқ. Екіншісі, ниет арқылы сауап іс күнәға, күнә іс сауапқа айналады. Үшінші, пенде ниеті арқылы өзі істей алмайтын мол сауапқа кенеледі. Ислам ғұламалары амалдан бұрын ниет етуді үйрен. Ниетке қарай кішкентай амал үлкен амалға, үлкен амал кішкентай амалға айналады. Пенде жақсы ниеттен танбаған сайын ізгіліктің жолында болады деген. Қорыта айтқанда, жақсылықта алға шығу қадаммен емес, ниетпен болады. Ниет бұл пәни дүниеде әр ісімізге береке әкеледі, ал ақыретте сауап болып азаптан құтылуымызға дәнекер болады. Дана халқымыз жақсы ниет жарым ырыс деген. Сол үшін біз құлшылықтарымызды шын ықыласпен, шынайы ниетпен орындап, кез келген игі іске ниет етер болсақ, Алла тағаланың разылығына жеткізіп, құлшылыққа айналары сөзсіз. Раббымыз бізді шынайы ниеттен айырмасын.